Так, достар, міне мен көп ұзамай келдім. Бүгін бізде мынадай посылка. Бұл посылканың ішінде мен білем не бар екенін, но қазірге қызық болады деп ойлаймын. Бұның ішінде Godox Mobilink 2. Яғни радиопетличный микрофон. Сіздер видеолардан көріп жүрген боларсыздар. Андай бір адамның мына жерінде бір төрт-бүрішті бір зат тұрады, и соған дауыс жазылады. Түсінген адамдағы бұл мобилографтарға, видеографтарға өте керемет зат. Қазір ашып көрейік. Мінекей мына жерде алдыңыз бойға деп жазылған. Бұл затты мен комплектімен бірге полный 75 000 теңгеге бердім Алиэкспресстен. Доставка бәріне, короче, сол осы заттың бәріне 75 000 теңге кетті. Ашайық. Мында бір кабель бар, қазір көреміз не үшін екен. И ішінде полный комплектке кіреді. Мындай микрофон. Все, ішінде қазір ештеңе жоқ. Мен бұны әзірге вообще қолданып көрген жоқпын. Қазір честный обзор болады. Онша емес болатын болса, онша емес деп айтам. Жақсы болатын болса, жақсы деп айтам. Андай бір артық маған реклама ретінде маған ешкім ештеңе төлеп жатқан жоқ. Сол үшін де честный обзор ретінде айтамын. Ашып көрейік. Магнит екен. Воу, красота. Так, мануал біз оқымаймыз. Мен примерно білем қолданылуын. Бізге қызығы манауы. Короче, кейс. Кейстің ішінде үшеуі болады. Біреуі телефонға немесе камерада тұрады, ана екеуі дауыста жазатын петличный микрофондар болып табылады. И мына жерде кейс. Осы кейстан үшеуі бірге зарядка алса болады, мінекей. Мына жерде Type-C тұр. Ал бұндай рододе бұндай нәрсе болған жоқ. Рододе только бір қаппен кейс қана бере салады. И мына үшеуін әрқайсысына Type-C тығып отырып, әрқайсысын бөлек зарядтау керек. Ал біздің мына Godox'те осы проблеманы шешкен, яғни барлығын бір кейске қорғаныш ретінде, сонымен қатар бірге зарядка алатындай қылып проблеманы күшті шешкен. Сол үшін Godox'ке үлкен рахмет. Мен осы үшін негізінде осы Godox'ты таңдаған болатынмын. Качествосы барлығы күшті. Бұны қоя тұрайық. Мыналар бізде білесіздер, далада егер аудио жазатын болсақ, бұл бізде как раз сол желдің дауысын бәсеңдететін заттар болып табылады. Қазір тақып көреміз оны. Мынау бізде явно кабельдер ғой, примерно. Аха. Так. Оқтай. Мынау. Мен жаңа жерден бір отверстие көріп қалдым. Мына жерге тағылатын болу керек, примерно. Сосын тақып көреміз. Келесі бізде Type-C. Біреу. Екеу Type-C. Так. Үш Type-C. Значит, үшеуін бірге зарядтауға болады. Сонымен қатар үшеуін әрқайсысын бөлек зарядтауға да болады меніңше. Қазір көрейік. Мінекей. Type-C. Өте күшті. Яғни мынаның үшеуін бірге қойып зарядтауға болады, немесе біреудің зарядкасы бөлек түсіп жатса, өзін бөлек зарядтауға да болады екен. Вот супер. Бұл үшеуін қоя тұрайық Type-C-ларды. Type-C-дан бөлек. Так, Godox. Міне мынау осы микрофонмен камераның арасын жалғайтын кабель болып табылады. Одан кейін так, мынау бізде магниттер примерно. Айттым. Мынау былай көйлекке былай мына жерде негізі қыстырады. Былайна көйлекке немесе киімге қыстырып қоюға болады. Ал егер де олай киімге қыстырмайтын болсақ, мынаны адамға қоямыз киіміне, киімнің арт жағынан мынаны басып жібереміз екен. Бірақ бұл енді қаншалықты безопасно мен білмеймін. Барынша мынаумен қыстырған 100%-ға безопасында болады деп ойлаймын. Мұны түсіп кету мүмкін ғой деген сияқты. Сол үшін де бұл қазір көреміз енді. Тағы да бір нәрселер бар. Қараңыздар. Біз көптеген подкасттарда көрген боласыз, видеоларда мынаның өзі тұрады. Немесе мынандай петличка тұрады. Мына жерде бізде өзі де жазалады. Так, тоқтаңыз, мынау.
Жоқ, стоп, мынау жазатын емес, мынау қабылдайтын екен. Жазатындар вот мінекей мына жерге уже бізде аудио, адамның сөйлегені осы жерге жазылады, осы арқылы жазылады. Немесе мынаны төмен жаққа қарай шалбарға қыстырып, мына жерге мына петечканы салып былай да жазуға болады екен. Күшті. Бұндай бізде яғни екеу болу керек қой. Вот, міне екеу, өйткені бізде қабылдағышта екеу. Енді қабылдағышқа өтейік. Мынау арқылы біз қосамыз, дауысты азайтамыз, немесе көбейтеміз. Маған да бұны түсіну керек. Қосып көрейік. Опа. Godox. Мінекей мына жерде бізде ортада тұрған зарядканың белгісі, бұл мына өзі қабылдайтынның зарядкасы, яғни ортада тұр, зарядтау керек деген сөз. Мына жақта көрдіңдер, сет жоқ екі жақта да. Ал бұл сеттерді пайда болғызу үшін мына дауыс жазатындарды қосып көрейік енді қазір. Мынада қызыл жанып тұр, негізі көкпен жану керек қой. Міне көкпен жанды. Мына жерде зарядкасы полный деп тұр, значит бізде мынау екі қабылдағыштың, екі жазғыштың зарядкасын көрсетеді. Вот мінекей көріп тұрғанда мына жерде полный деп тұр. Мынау значит қосылды бізде. Енді біз үшіншісін қосып көрейік қазір. Көріп тұрғанда мына жерде сет жоқ деп тұр. Мынау үшінші, яғни міне қосылмаған. Бұны қосып көрейік. Қосында қазір. Опа, мінекей көк жанды. Вот көріп тұрғанда зарядкасы толып тұр. Енді бұл жерде мынау ортада қабылдағыш екеуінің зарядкасын көрсетеді. Міне, вот көріп тұрғанда ортадағы өзінің зарядкасы, екі жақта тұрған мінекей, мынау екеуінің полный тұрған зарядкасын көрсетіп тұр. Бұл өте керемет тема. Келесі тағы да бір үшінші товарымыз бар. Бұл бізде микрофон. Телевизорде есетін микрофонда. Вот. Андай көрген болса, бұны телевидениеда адам бастап тұрады, сол жерге жауап береді. Мынандай губкасы бар, Godox деген, шешіп көрейік. Мына жерде еще тағып қоятын бар екен, сатып қоюға болады. Мына жерде неге дым жоқ деп ойлап тұрған шығарсыздар. Бұл жерде бүйтеміз да, ішіне салып жібереміз. Вот, сөйтіп мынаны қосамыз и уже мынаны басына кигіземіз да. Вот, мінекей, дәл осылай полноценный кәдімгі микрофон болады екен. Тема. Енді достар, барлығын тез-тез сіздерге ашып көрсеттім. Дауысты тексеріп көрейік енді. Мен қазір Бояның радиопетличный микрофонымен жазып тұрмын. Қазір мен осы Godoxпен жазып көрейін. Вот, мінекей достар. Мен Godoxпен қазір жазып жатырмын. Вау! Мен де наушник тағып, өз дауысымды естіп тұрмын. Мен петличкелерін салған жоқпын, просто дауысын тексергім келді өзінің. Енді қазір сіздердің көзіңізше мен петличкесін салып көрейін. Вот мінекей салдым. Бір. Бұл да керемет жұмыс жасап тұр. Вау, просто вау. Енді достар, қазір мен ішіне бағана салдық қой. Осыны қосып көрейік. Бір, екі, үш, төрт. Вау, вот супер тема. Екеуі де керемет. Ой, мен мынаны өшірмеп. Мен мойындағын өшіріп тастадым. 1, 2, 3, 4, 5. Қалдарыңыз қалай? Fatality. Ал енді достар, мен қазір қаншалықты көрініп тұрмын білмеймін. Мынау жазып жатыр ма да мен дұрыс білмеймін, өйткені менің қолымда наушник жоқ. Енді біз дауысын тексеріп көрейік. Қазір әдемі жазып жатыр деп ойлаймын. Мен қазір осы бөлмеден шығамын, басқа жақта айналып жүріп өтіп келемін. Қолымда мына камера болады. Қаншалықты алысқа кетті, мен сол кезде сіздерге видеомен көрсетіп отырамын, бірақ қабылдағыш мына камерамның төбесінде қалады. Қазір мен түсірейін, қабылдағыш менің мені түсіріп тұрған камераның төбесінде мінекей қалды.
Енді дәл осылай мен осы зданияның ішінде бір-екі жүріп келемін, алыс жақтарға барып келемін. Сол кезде ана қабылдағышпен мына менің қолымда тұрған дауыс жазғыштың қаншалықты расстояниеде сеттері ұстайтынын көретін боламыз. Кеттік, байқап көрейік. Ал мен кеттім. Так, мен кетіп бара жатырмын. Ойбай. Так, мен бөлмеден шығып кеттім. Вот көріп тұрғандарыңыздай ана жерде тұр. Вот, смотрите. Енді мен есік жабам, сол кезде бұл ұстай ма екен тоже көреміз. Вот мен дауыс естіліп тұр ма, естіліп тұрған жоқпын, білмеймін. Жаптым да, короче, мен кеттім әрі қарай. Сенем, что естіліп тұр, ал естіліп тұр. Так, біз ештеңеден ұялмаймыз. Бөлмемізге қарай дауыс барынша жазып тұр деп ойлаймын. Все, мен келдім. Мен де видеода енді өзім көрем, қай жерде дауыс ұстады, қай жерде дауыс дұрыс ұстамады. Келдім ал. Вот достар, мен келіп тұрмын қазір сырттан. Қай жерде ұстады дауыс, қай жерде ұстамай қалды, мен де әлі көрген жоқпын. Қазір монтаж барысында көретін боламын. Мен дәл солай ешқандай өзгертусіз салып жіберемін. Яғни честный обзор дегенім осы. Шынымды айтсам, менің өзіме бұл қатты важный емес. Егер ұстамай қалған жағдайда болатын болса, мен өткені өзімнің практикамда ондай съемкалар әзірге жасаған жоқпын. Алыста жүріп бүйтіп түсіретін, барынша сол спикермен жақын жерде жүретін видеолар жасадым. Енді бұл Godox Movie Link 2-ні мен өзіме активно қолдануға алдым. Вообще картоп болып тұр, қазір былай ұстап тұрған өзі бүйтіп көрмеппін мен. Мен дауысы маған өзіме қатты ұнады. Мен осы Godox Movie Link-пен өзім жұмыс істеймін деп шештім. Таңдауыма қателеспегеніме өзім қатты қуанып тұрмын. Вот, мінекей менің честный обзорым бүгін осылай бітті. Қымбат заттарды Алиэкспресстен қорықпай бере берсеңіздер болады. Маған көбісі жазып жатады, Алиэкспресстен шынымен де келе ма, алда кетпей ма деген сияқты. Жоқ, онда ешқандай да алдамайды. Просто сіздер адрес жазғанда қате жазып жіберуіңіз мүмкін. Сол үшін мен сіздердің барлықтарыңызға айтатыным, Алиэкспресске тіркелген кезде бірінші арзан 500 теңгелік немесе 200 теңгелік заттар беріңіз. Егер де сол затыңыз бір ай көлемінде сізге келетін болса, сіз сол затты почтадан барып алатын болсаңыз, содан кейін ғана барып қымбат заттарды бере берсеңіздер болады. Дәл осындай бір өзінің керемет тәсілі бар. Менің каналымнан сіздер осындай Алиэкспресс туралы немесе бір видеоаппаратура, видеомейкинг туралы ақпараттарды біле аласыздар. Сондықтан да өздеріңізге керек болатын болса менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, менің видеоларыма лайк басыңыздар, мені қолдаңыздар, комментарий жазыңыздар деген сияқты. Келесі обзорда кездескенше деймін. Сау болыңыздар.